Қайырлы күн қыздар, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Өте дәмді әрі нәзік молочная девочка тортын дайындаймыз. Ол үшін 3 жұмыртқаға 1 банка сгущенка қоямыз. Сгущенкамыз натуральный болу керек, яғни қантпен тек сүттен жасалған, например, 3 желания, айналайын, немесе рогачевский деген сияқты. Жақсылап араластырып аламыз. Ерітілген сары майымызды құйып тағы араластырамыз. Енді ұн мен разрыхлительді бірге қосып араластырамыз. Содан соң електің көмегімен електен өткізіп отырып араластыратын боламыз. Барлығын бірден салмаймыз, жай-жайдан саламыз. Аз-аздан. Қамырымыз дайын болды. Енді пергамент қағазын дайындайтын боламыз. Менің формамның диаметрі 20 қылып жасасаңыз биіктеу болып шығады. 22-24 қылып жасасаңыз кішкене төмендеу болады. Содан соң пергамент қағазын қойып шығып, әр қайсына бір үлкен қасықтан салып шығамыз. Менде 8 коржик шықты. 8 корж. Сосын лопатканың көмегімен, спатуланың көмегімен осылай жағып шығамыз, тегістеп әдемілеп. Біркелкі қылып жасаймыз, өйткені кейбір жерлері күйіп қалады, жұқалап жағып жүрсеңіздер. Міне осындай болып шығады. Әр қайсын 5 минуттай пісіріп аламыз. Енді креміне кірісеміз. Сливкиді жақсылап миксерлейміз. Осылай қоюланған кезде негізі қант немесе қант тұнтақ қосып жатады, бірақ мен сгущенка қосқан жақсы көремін, себебі дәмі кәдімгі балмұздақтың дәмі сияқты болады. Сіздер қант қоссаңыздар болады, немесе сгущенкада қоссаңыздар болады. Енді формамызды осылай дайындап алып, ішіне тортымызды жинайтын боламыз. 2 қасықтан саламын кремдімен. Бетін пищевая пленкамен бетін жауып, холодильникке жоқ дегенде 1 түнге қойып қоямын. Егер идеальный доп-домалақ болған қаласаңыздар, 1 сағатқа морозилникқа саласаңыздар болады, сонда теп-тегіс болып шығады, жан-жағы бары. Енді бетіне ганаш жасаймыз. 50 мг сливкимен 1 шоколадқа, қазақстандық шоколадына, яғни 100 грамм салып, ерітеміз микроволновкаға, содан соң бүйтіп араластырып аламыз. Негізі крем обтяжка жасаңыздар болады, бірақ маған осылай ұнайды, молочная девочканың өзі осылай түрі ұнайды. Бетіне тек ганаш кремді ғана құям, жаңағы ганашты өте дәмді болып шығады, ешқандай лишний кремді де қажет етпейді деп ойлаймын. Міне осылай құямыз да, тортымыз обязательно суық күйінде құю керек, үстіне ганашты. Молочная девочка торты дайын болды. Өзіңіздің қалауыңызша әсемдейсіздер. Менің рецептерімді лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.